Ал елімізде жаңа су кодексінің жобасы дайын. Құжатта 28 акт пен 9 заңға өзгеріс енгізілген. Алдымен тасқын мен құрғақшылықты болжауға қатысты норма қайта жазылды. Одан кейін аграрлық саланы реформалауға баса мән берілген. Басты міндет суармалы жерлердегі су тапшылығын жою. Бұдан бөлек өнеркәсіптік кешенді сумен қамтамасыз етуде назардан тыс қалмады дейді сарапшылар. Өзгерістер бүгінгі күні су саласындағы ең өзекті тақырыптардың барлығын қамтиды. Жаңа ұғымдарды енгізу арқылы су ресурстар саласындағы мемлекеттік бақылау функцияларын, су қауіпсіздігі, сонымен қатар су үнемдеу технологияларын енгізуге қатысты біршама дүниелерді қосты су кодексі жобасына. Сондай-ақ алдағы 6 жылға арнайы тұжырымдама бекітілген. Ол үш бағытты қамтиды. Әуелгісі халық арасында су тиімді пайдалану мәдениетін қалыптастыру. Екіншісі бұл көршілес елдермен трансшекаралық ынтымақтастықты арттыру. Және соңғысы барлық салаға су үнемдеу технологияларын енгізуді заңмен міндеттеу. Бұл мәселелерде су кодексінде көрсетілген.